мұнда жазайын деп жатсың ба? Керегі бар дейді, ол маған ақпарат кәдімгі. Иә, менің келешектегі жазатын дүниемнің бәріне сол жаңағы жерде соған арқа сүйейін. Бірінші бөлімге арқа сүйейін. Ол дайын тұрған ақпарат. жоқ, оның бәрі жүйелі. Мен енді теріп оқып енді техникалық редакциялық жұмыс жасап отырмын ғой. Негізгі бүкіл жұмыс 99 жалпы 100% еңбек сіздікі. Ол ешқандай дау жоқ. Біздікі техникалық көмектесу, сылағын әрлеу дегендей нәрсе ғой. Мысалы бұл мынау дамыған елдерде жалпы кез келген жұмысқа ғылыми редактор қатысып оны әрлейді, жұмыс істейді, түзетеді, қосады, бірақ олардың ешқайсысы автор болып есептелінбейді. Бізде ғой ешқандай еңбек етпеген басшылар немесе көлденең біреу кездескендер қосар автор болып кетеді. Ал сіздің еңбегіңізге ешқандай, енді сіз қозғап отырған жоқсыз бұл тақырыпта қосар авторлықты. Ана жұрт ойлайды, ол ғалым Дөтейұлы қайдан жазды, ол ауылда жүрді, инженер-механик болып тұр. Жоқ, түгел сіздің еңбегіңіз. Біздің таңғалатынымыз бұл қалай шықты дейміз ғой. Мысалы, сіз осыны 30-40 жыл жаздыңыз ба, жоқ, миыңызда жүрді ме? Мен қағазға жазылды ма ептеп? Қағазға түскендер бар ма? Материалдарды жинақтап жүрдім. Жоқ, қағазға. Бірақ ойымда, міне менің айтатыным сол. Ана 30 жыл, 40 жыл жазды деп анда Шәкизада бауырыңыз айтты ғой, досыңыз. Ол бұрын жазып жүрген. Жоқ, бұрын жазған жоқ, сіз материал жинақтадыңыз. Материал жинақтадым. Иә. Мұны былай жетқанда қоймаға келіп құрылыс материалдарын жинақ қойдыңыз. Бірақ ештеме салған жоқсыз. Жазған жоқсыз. Басыңызда тұр, соны төгілтіп жатсыз қазір. Тетігі, ана шүмекті ашасыз, төгіледі, құйылады. 3D принтермен жұмыс жүріп жатқандай ғой. Қазір мәселен қазаққа кірсең ғой. Соның енді жинаған материалдарым бар ғой. Ол басында ол. Енді соларды жинақтайын да, соны жаңғыртам. Міне, менің айтып білгімге жұртқа жеткізе алмай жүргенім осы. Осыны айтамын, міне, осы феномен. Біз мысалы бірдемені жазып қоймасақ, біз ұмытамыз. Біз бір мақаланы жазу үшін бәлен күн отырамыз. Жоқ, басында жүр ғой бәрі. Міне, тәуба, осындай бұл феномен нәрсе, ғажап нәрсе. Материалды оқып жүрген кезігіп қалады мәселен. Бір жерде кезігіп қалады, бір газет журналға шығып қалады. Әйтпесе бір кітаптар сәйкес келеді. Соның кейінгі бір не? Маған материалды көбінесе тауып беретін жаңағы мұхит балам. Жаңағы мұхиттың еңбегі айтылмайды көбінесе. Интернет арқылы тауып береді бұл. Сосын кезіккен жерде осы папама керек аударып сатып әкеп береді. Дұрыс. Интернеттен тауып береді, интернеттен. Дұрыс, ол солай істеу керек. Мен де жіберіп тұрмын арасында. Жақын, ол сырым жақын емес, мына мұхит жақын. Сырымды айтпаңыз. Ойнап айтамын. Бәрі аман жүрсін. Сырым оған жақын емес. Ол бір кітапты оқып шықпайды ол. Енді мен тағы бір нәрсе сұрайын. Мынау Олжас Сүлейменов та тіл туралы жазды ғой енді. Тілді түбірлеп жүрген адам ғой, ғалым, зерттеуші. Сіздің еңбек пен ол еңбек қалай түйіседі, қиысады, қалай бір-бірінен қатынасады? Енді ол кісі үлкен адам ғой, еңбегі зор. Жаңағы лингвист болмаса да көп материал жинақтаған қатты еңбектенген кісі ғой. Бірақ негізгі несі, теориясы енді ешкім мойындаған жоқ қой ол кісінің теориясын. Мәселен, таңбаға тіл таңбалар арқылы белгілі болды дейді. Сызба жаңағы нелер, таңбалар. Жазу тілі деген кітабында язык письмада сөйтеді. Содан енді оны ешкім мойындай қоймайды да. Тіл деген нәрсе ол жаңағы мен айтып отырмын неге табиғи дыбысқа еліктеудің пайда болған ойында анау екінші бөлімде жақсы айтылған ғой. Ол табиғи дыбысқа еліктеуден басқа қаншама нелер кіріседі ғой. Оңай емес, бірақ еңбек үстінде болған шаруа бұның барлығы. Дұрыс айтасыз. Еңбек үстінде болған шаруа. Сонда организмде дамиды, мынау дыбыс жолдарда дамиды. Сосын жаңағы, мәселен, сақ ете қалды. Мәселен, сақ еткен дыбыс белгілі ғой енді, шығады. Осындай дыбыстарда тарс ете қалды, шақ ете қалды, қорс ете қалды. Осылардың мағынасы, алғашқы мағыналары осыдан дамып, енді ана
неде келтірілген осы қазақ тілі осы алғашқы сөздерден әрі қарай қазақ тілі қалай дамып әрі қарай өскендігі дәлелденіп тұр ғой жаңағы бірінші бөлімде. қазақ тілі сол тамыры терең ежелгі тілдің бірі. Ежелгі тіл, иә. Басқа тілдерге де осы сөзге еліктеу пайда болды ғой. Адамзат Басқа тілдерде бәрі де солай, бірақ енді дамығанда мынау олардың қазақ тілін байланысы қалай? иә қазақ тілінде мәселен Ежелгі қазақ тілімен. бізде қатқыл дыбыстардың бәрі бар қазақ тілінде. Бұл жаңағы сол көнелілігінің бір түрі, көнелілігінің. Алғашқы дыбыстардың бәрі қатқыл болған. Алғашқы сөздердің бәрі. Өйткені дыбыс қой қатқыл шығады. Қарс, қорс жаңағы. Сақ, тақ деген сияқты. Қатқыл дыбыстар. Алайын көп сөздердің бәрі нетіп әдеміленіп кеткен, майдаланып кеткен, майда. Как тастың жан жағы жұмырланып, иә. Қазір айтамыз ғой, не істеп жатсың деп. Иә. Не істеп жатсың? Не істеп жатырсыңды қазір? Иә, Не істеп жатсың? Келе жатырмын. Бізде мәселен қатқыл дыбыстар Европада, француздарда бар, сосын бізде бар. Қатқыл дыбыстар өте бай. Қатаң дыбыстар, қатқыл, дөрекі дыбыстар. Мәселен, солай деп айтуға да болады. Ал енді соны енді алаш құдіретінде сол жаздым ғой, француздардың жаңағы алғашқы барған тайпалар, Азиядан барған тайпалардың сол қатқыл дыбысты тайпалар болуға тиісті. Бүкіл Европаның ортасында француздардың